Трендке айналған жүзімді денсаулық сақтау министрлігі зертханалық тексеруге жіберді. Нутрициологтар оның құрамындағы қант өзіміздің оңтүстікте өсірілген жүзімнен әлдеқайда көп дейді. Дубай шоколадын шаң қаптырған шайн мускаттың бағасы да қымбат. Алғаш рет Жапонияда өндірілген ерекше жеміс түрі аз уақытта оңтүстік Кореяны жаулап, артынша жарнамасы желде есіп бүкіл әлемге тарады. Бізде де ішкен жегенін салғыш блогерлер осы жеміске жұрттың қызығушылығын арттырып жіберді. Елордалық әріптесім Мерей Қалиасқар тақырыпқа тереңірек үңіліп көрді. Әлеуметтік желіде кеңінен таралған шайн мускат жүзімі астаналық базар сөрелерінде самсап тұр. Бір қарағанда пішіні өте үлкен, кәдімгі жүзімдерден 2 есе үлкен екен байқап тұрмыз. Ал енді дәмін көрсек. Қабығы жұқа, қытырлақ, дәмі тілі үйрер, тура бір кивидің дәміне ұқсайды екен. Өте шырынды. Әйтеуір қазіргі заманда әркімде тобыр инстинкті ойнап, жұрттан қалмау үшін әлекке түсетін көрсе қызарлар көп. Осы бір дәнегі жоқ жеміспен ортын толтырып, қытырлата жеп видео түсіру сәнге айналды бұл күндері. Белгілі бір әлеуметтік статустың белгісіне айналды ма дерсің. Есесіне сатушылар темірді қызған кезде соғып, саудасын әбден қыздырып жатыр. Әкелген тауарлары сол күнде-ақ таусылып қалуда. Бұның сатылма шыққаны бір аптадай болды. 8 мыңнан болды, яғни бір упаковкасы, яғни килограммы. Қазіргі таңда 5 теңгеден болып жатыр. Сатып алмастан бұрын Астана қаласында Ақтоғай базардан тексеріп, асықпай өзім дәмін көрдім. Лабораториядан, яғни зертханадан шыққан қағаздарын тексердік. Атышулы жүзімге құмартқандардың дені сол жарнаманың жетегіне еріп, трендтен қалмайын, әйтеуір бір дәм татайын дейтін жастар. Одан қалда ересектер де жүзімге жүз қарап, сөрені айналшақтап жүр. Кәдімгі виноград, просто сүйегі жоқ и тәттірек келетін сияқты. Бір рет алып жеп көруге болатын шығар. Қатты прям дәмдемес. Обычно жүзімге жетпейді. Айырмашылық біздігіне қарағанда. Енді свежий, прям жегенге приятный. Жүзімнің күштісі күшті ғой. Тек дәл осы жүзімнің пайдасы жайлы ақпаратты майшаммен іздесең де таппайсың. Ал зияны жайлы емс-емс естіп, ара-кетік видеолардың таралғанын байқап жүрміз. Там столько химикатов, задохнуться можно. Өткен айда Таиланд зертханаларында шай мускат жүзімінің 24 сынамасы тексеріліп, оның 23-інде улы химиялық қалдықтар табылған. Мұны білген Тай билігі өре түрегеліп, зиянды өнімнің сатылымына тыйым салды. Ал Қазақстанға сол Корея елінен де, көршілес Қытайдан да жүзімдер жәшік-жәшігімен еркін тасымалдануда. Жауапты ведомство енді ғана сөрелерде төрден орын алған жемісті тексеруді бастағанын жеткізді. Министрліктің комитетінің аймақтық департаменттары бақылау сатып алу мақсатында осы жүзімді сатылымнан сатып алып, қазіргі кезде сараптауға зертханалық тексерістерге жолдады. Микотоксиндер, токсинді элементтер, жаңа пестицидтар және де тағы да басқа қауіпсіздік талаптары бойынша тексерістер жалғасуда. Улану фактілер тіркелген жоқ қазіргі кезге дейін, және де тұтынушылар тарапынан арыз шағымдар келіп түспеген хабарлаймыз. Дегенмен нутрициолог мамандар жүзімнің осы түрін тұтынбас бұрын оны мұқият ас содасымен жуып алуға кеңес береді. Сондай-ақ сатушылардан тауардың қауіпсіздік сертификатын сұрау керектігін айтады. Басқа жүзімдер түрімен салыстырған кезде қант деңгейі жоғарырақ. Химиялық қоспалар, яғни пестицидтер мөлшері жоғары болуы мүмкін. Яғни орталық жүйке жүйесіне, ас қорыту жүйесіне өзінің жаңағы кері әсерін, қауіпті әсерін тигізеді. Қант диабет ауруы бар адамдарға өте зиян. Ал пестицидтер енді ол барлық адам тобына зиян. Әсіресе әрине осал топ ол бізде балалар мен қарт адамдар. Трендтің торына түсіп, маркетингтің құрбанына айналып, денсаулығыңызды құрбан ету немесе оның құрамы мен сапасына көз жеткізіп, күмәнді жемістерден бойыңызды аулақ ұстау тікелей өзіңізге байланысты. Таңсық көрудің арты қайғылы жағдайға әкелмесе болғаны. Мерей Қалиасқар, Асылхан Сәменбетов, Ұлығат Мерғалиев, КТК.